Ардақты анамыз Қоңырбаева Кенжегүл Нұрекешқызының жарқын ғұмыры. Ардақты анамыз Қоңырбаева Кенжегүл Нұрекешқызы 1962 жылдың 17 қазанында Ақтөбе қаласында дүниеге келген. Кенжегүл анамыздың шыққан тегі орта жүз уақтың туғанасы. Әкесі Қоңырбаев Нұрекеш отан соғысының ардагері. Ел басына күн туған қиын қыстау кезеңді бастан өткерген қайсар азамат. Ал анасы тойған текті әулеттің тәрбиесін бойына сіңірген, көп баланы өсіріп, шаңырағының берекесін кіргізген ардақты ана еді. Кенжегүл анамыз отбасындағы 9 баланың 8-шісі болып дүниеге келді. 3 ағасы мен 2 егіз әпкесі өмірден озғанымен, артында қалған бауырлары бүгінде амандықта. Кенжегүл бала күнінен ерекше ерке, сүйкімді қыз болып өсті. Анасы мен үлкен әпкелері оны алақандарына салып аялап, ерекше жақсы көрді. Өзі де кішкентайынан алғырлығымен, пысықтығымен, зеректігімен көзге түсті. Жаны жайсаң, көңілі кең, айналасына жылуын шашып жүретін ақ жарқын мінезі сол бала кезінен қалыптасты. 1969 жылы Ақтөбе қаласындағы номер 6 мектептің табалдырығын аттап, сол білім ордасынан орта білім алып шықты. 1975-1976 жылдары Подмосковьенің Владимир қаласындағы техникумында білім алды. Оқу орнын тамамдағаннан соң жас маман ретінде жолдамамен Алматыдағы мақта мата комбинатына қызметке орналасты. Алайда анасы тойғанның ақ батасы мен өтініші Кенжегүлді туған жеріне қайта жетеледі. Ақтөбеге оралған соң медициналық мекеменің тіркеу бөлімінде еңбек етті. 1988 жылы жүрегіне жақын, бала күнінен ұнатқан Жағалбайлының азаматы Серікпен бас қосты. Серік те текті жердің тәрбиесін көрген жақсы азамат еді. Екеуінің жарасымды махаббатының жемісі болып, 1989 жылы Әсел атты қыз дүниеге келді. Өкінішке қарай, тағдырдың жазуымен Әселдің әкесі өмірден ерте озды. Кенжегүл анамыз жалғыз қызының болашағы үшін өмірдің талай қиындығына қайыспай қарсы тұрып, бар күш-жігерін бала тәрбиесіне арнады. Кенжегүлді ел жұрты ерекше жақсы көретін. Үлкені де, кішісі де еркелетіп, өзіне жарасымды Катюша деп атайтын. Оның ақ жарқын мінезі, әзіл қалжыңы, көңілді жүрісімен адамға жылу сыйлайтын болмысы көпшіліктің жүрегінен орын алды. Қайта құру жылдарында Кенжегүл анамыз Түркияға қатынап, сауда-саттықпен айналысты. Кәсіптің қыр-сырын меңгеріп, талай ел мен жерді аралап, өмірдің сан алуан қызығын көрді. Бірақ бір орында тоқтап қалмайтын, ізденісті сүйетін Кенжегүл анамыз жаңа белестерге ұмтылды. Анасы тойғанның батасын алып, кішкентай қызы Әселді ертіп, Атырау қаласына қоныс аударды. Бейтаныс ортада жаңа өмір бастап, құрылыс жабдықтарын сатумен айналысты. Еңбекқорлығы мен іскерлігінің арқасында кәсібін дөңгелетіп, өзіне үлкен үй салды. Айналасына жақсы адамдарды жинап, дос-жаран тапты. Көпшілік ер адамның өзі атқара алмайтын істі Кенжегүл жалғыз өзі тындырып жүр деп таң қалатын. Өйткені Кенжегүл анамыздың бойында қайсарлық та, батылдық та, іскерлік те, ең бастысы жүрек жылуы да бар еді. Ол бауырмал еді, ақ көңіл еді, жаны жомарт еді. Қай жерде жүрсе де, айналасына нұрын шашып, өзімен бірге қуаныш ала жүретін. Еңбекте абыройлы, ортасында сыйлы болды. Біреуге көмектесуге асығып, біреудің қуанышына шын жүрегімен қуанып, біреудің қайғысын өз қайғысындай қабылдайтын. Атырау қаласында Кенжегүл анамыз өзінің өмірлік серігі Ерлан ағамызбен жолығып, шаңырақ көтерді. Екеуі 20 жылға жуық уақыт бірге ғұмыр кешіп, өмірдің талай белесін қатар өткерді.
қуанышында, қиындығында бірге бөлісіп, тату-тәтті отбасы болды. Кенжегүл анамыздың жалғыз талгүлі қызы Әсел мен күйеу баласы Беслан анамызға 5 бірдей немере сыйлады. Немере деген тәтті сөзді жүрегіне қуаныш етіп, олардың әрбір күлкісінен бақыт тапты. Немерелерінің қызығын көріп, олардың ертеңіне куә болуды армандады. Кенжегүл анамыз өмірді шын сүйді. Ол әр күннің қадірін білді, жақсылыққа құмар болды, қуана да білді, қуанта да білді. Қарапайым сәттердің өзінен бақыт таба алатын. Айналасындағы адамдарға жақсы көңіл күй сыйлап, өзінің жарқын болмысымен көптің жүрегінде өшпес із қалдырды. Алайда өмірдің жазылмаған заңы бар. Адам баласы бұл дүниеге қонақ болып келеді. Кеше ғана ортамызда жарқырап, күліп ойнап, айналасына қуаныш сыйлап жүрген аяулы анамыздың өмірден озғанына бүгін 40 күн толып отыр. Бұл біз үшін орны толмас қаза, жүрекке түскен ауыр жара. Кеше ғана қасымызда жүргендей, дауысы естілетіндей, есіктен кіріп келіп, күлімсіреп бізге қарайтындай секілді. Бірақ енді ол күндер сағынышқа айналды. Ана деген жүректің төрінде мәңгі қалатын ең қымбат есім. Ана өмірден өтсе де, оның мейірімі, ақылы, күлкісі, айтқан сөзі, жасаған жақсылығы ұрпағының жүрегінде өмір сүре береді. Кенжегүл анамыздың да жарқын бейнесі еш қашан ұмытылмайды. Оның артында өмірлік жары Ерлан ағамыз, қызы Әсел, күйеу баласы Беслан, 5 немересі, бауырлары, туған туыстары, дос жарандары және өзін жүрегімен жақсы көрген қалың елі қалды. Анамыздың ғұмыры қысқа болғанымен мағыналы болды. Ол өмір сүрді, сүйді, сүйінді, қуанды, қуантты, жақсылық жасады. Адамдардың жүрегінен орын алды. Енді оның жалғасы балалары мен немерелері. Анадан қалған ең үлкен мұра оның тәрбиесі, мейірімі, адамгершілігі, жарқын бейнесі. Кенжегүл анамыздың жарқын жүзі, ақ жарқын күлкісі, мейірімді үні мен жүрекке жақын бейнесі біздің жадымызда мәңгі сақталады. Аяулы анамыз, Алла алдынан жарылқап, жатқан жеріңіз жайлы, мекеніңіз жанаттан болғай. Сізді сағынған әр жүрекке сабыр, артта қалған ұрпағыңызға амандық берсін. Сіз біздің жүрегімізде мәңгі тірісіз, аяулы Кенжегүл анамыз. Анажан, сағынамын ақ жүзіңді, жан едің аңқылдаған ақ көңілді, толтырып айналаңды жақсы досқа, сыйладың жан үйіңа бал сезімді. Сүйеушең жан тәніңмен сен өмірді, берушедің керек жанға көмегіңді. Әркез биік болдың сен асланам, биік ұстап абырой беделіңді. Жарқын бейнең жадымда сақталады, қызың анам өзіңмен мақтанады. Болса аман жанымда асыл жарым, артыңда жайнап өсер жасыл бағым. Сағынамыз, анашым сағынамыз, тағдырдың салғанына бағынамыз. Күндер, айлар, жылдармен өтсе дағы, сағынып бір өзіңді еске аламыз. Топырағың анашым торқа болсын, жүрген жерің әрқашан пейіш болсын. Алланың түсіп сізге мейірімі, алдың жарық, артың анам тыйыш болсын. Білегін бесі қылған қарызбын ақшашына, жүрегін есі қылған жұмақтың бақшасына. Тербетті тал бесікте тербеліп қалды фәни, бөледім жер бесікке анашым әлди.
кеште қайғаланда пейішке барасың ба? Адам көп айналамда, анам жоқ арасында. Өмірде көп амал бар, өлімнің жоқ амалы. Анасы жоқ адамдар, Құдайдың балалары. Ай, айналып бақ сөгіндей болады елес пайда. Анамның ақ сүтіндей зәм-зәм су жоқ ешқайда. Ақ нұрға боянарсың, жүрегім мәңгі сәби. Жұмақта оянарсың, анашым әлди. Мен кіммін деп мақтаналам, талапты қып тапқан анам. Әппақ сүтін аузыма сап, адал бол деп баққан анам. Бесігінде шошиды деп түнде шырақ жаққан анам. Балдатыған тәп-тәттім деп көрпе қымтап жапқан анам. Балдатыған тәп-тәттім деп көрпе қымтап жапқан анам. Көз нұрым деп көңіл бөліп, талай мехнат тартқан анам. Доброе утро, мои любимые, мои родные родственники. Как ваше здоровье, как ваши делишки, детишки, внуки, чё нового, как жизнь? Целую, люблю вас.